құрметті көрермен, сәлематсыздар ма? Бұл менің отбасым, құрама командам. Негізі біздің отбасымыз 6 адамнан тұрады, бірақ менің жан жарым, менің сүйіктім бүгін жұмыста. Міне бұл менің үлкен ұлым Амир, 14 жаста. Менің қызым Малика, 9 жаста. Ұлым Алим, 7-ге келеді жақында. Мына кішкентайым Сұлтан деген жігіт 2 жаста. Және де мен Анель Алиасқар. Жай отырмаңыздар, міне Көктөбеге келдік. Бүгін күніміз сәтті өтетініне сенімдімін. Бізбен бірге болыңыздар. Көрермендерге сәлем, үлкен сәлем. Мен үшін отбасы бақыты, ана бақыты, міне осы бала шағам. Менің 4 балам бар, 3 ұл, 1 қызым бар. Енді басы осылардың амандығы, осыларға қарап біз де өсеміз өмірде. Негізі өмірдің қызығы да сол ғой. Балалар мен үшін үлкен, бірден бір мотивация. Балаларымның арқасында мен бұрын батылым жете алмайтын белестерді, биіктерді бағындыруға әрқашанда дайынмын. Менің қазір 3 ұлым бар, 1 қызым бар. Құдай қаласа тағы да дүниеге алып келетін ойым бар. Міне ұлым қыз деп айтып отыр. Сондай бір жоспарымыз бар бәріміздің. Құдай қаласа соған жеткізсін. Балалар, Амир, Алимок, Сұлтан қараңдар. Мына жерге білесіңдер ғой не үшін тиын лақтырады? Тілек айтасыңдар өздеріңе, немесе бір армандарыңды айтасыңдар да, бір тиын лақтырасыңдар. Сол кезде армандарың орындалады. Деген ырым бар. Деген ырым бар. Малика, балалар, Алимок, ұнады ма бүгін саған? Ұнады ма? Күшті ма? Ал құрметті көрермен, үйде отырмай, осындай демалыс күндері міндетті түрде көшеге шығыңыздар. Таза ауа жұтып, әдемі қаламызды көріп, осындай кезде шабыт келеді. Міне отбасылық серуен деген осы дейміз. Ертең дәл осы уақытта лайв студияны көруге ұмытпаңыздар.